Алматы қаласындағы Қазақ мемлекеттік гуманитарлық педагогтық колледжі маман даярлауда 115-ші жалпы білім беретін мектеппен әлеуметтік серіктестікке біріккен қызмет атқарады. Колледж білім алушылары теориядағы білімдерін іс жүзіне асыра отырып, өндірістік кәсіби шеберліктерін педагогикалық практика түрлерінде көрсетіп келеді. 2018-2019 оқу жылында шетел тілі мамандығы бойынша колледж білім алушылары осы аталмыш мектептен практикадан өтті. Осы сөзімнің айғағы ретінде 4-ші курс студенті, болашақ шетел тілі мұғалімі Кимбаева Айсәуле Қайратқызы қазіргі уақытта бастауыш сынып оқушыларына қашықтықтан оқыту практикасын өткізуде. Кимбаева Айсәуле Қайратқызы қашықтықтан оқыту практикасы барысында пәннің ерекшелігін жақсы меңгеріп, болашақ ұрпаққа мазмұнды білім беруде. Оқытудың тиімді тәсілі мен әдістерін үлкен жауапкершілікпен қолданады. Әр оқушының нәтижеге жетуі үшін жағдайын жасауға үлкен мән береді.